Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Бауырсақ ТВ. Бүгін біз алмадан өте дәмді повидло әзірлейтін боламыз. Бұл менің анам үйреткен бала кезіміздегі повидлоның рецептісі. Оған ешқандай блендерде, ет тартқыш та қажет емес. Каналымыздан алыстамай, видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен алмаларымызды дұрыстап жуып, реттеп аламыз. Мендегі алманы 3 бөлікке бөлдім. Ең тазасынан компот, орташасынан тосап, және де кішкене соғылған бөлінгендеу түрінен джем мен повидло әзірлейтін боламын. Жуылған алманы дұрыстап, тазалап, қотыр жерлерін, соғылған жерлерін алып тастаймыз. Ортасындағы дәндерінде алып тастауыңызға болады. Уақытты көп алады десеңіз, дәнін алмасаңыз да болады. Тазаланған алманың үстіне бір күрешке су құйып, отқа қоямыз. Жаңа видеоларымды жіберіп алмасы үшін арнама тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Қақпағын жауып, орташа отта жарты сағаттай қайнатамыз. Алманы араластырып тұруды ұмытпаңыз, асты жабысып қалмасын. Қайнап болғандығын алманың жұмсарғандығынан білеміз. Алманы ақырын ортасынан бөліп көріңіз. Егерде жұмсақ боп езілген болса, онда біздің алмамыз қайнап болды. Міне менде жарты сағаттан кішкене артық уақыт өтті. Алмам толықтай езіліп, жұмсарып пісті. Енді оны ситадан өткізетін боламыз. Абайлаңыз, өте ыстық болады. Қасықтың, вилканың көмегімен өткізетін боламын. Осылайша алманы майдалап, езіп, ситадан өткіземіз. Бұл уақытта біздің дәніміз, сыртындағы артық қабықтары жеке алынып қалатын болады. Қалған қалдықтарында жеке бір ыдысқа салып отырдым. Кейіннен не істегенімді көрсетемін. Алма біраз салқындаған соң осылай қолмен майдалап алдым. Енді барлық шыққан массаны арнайы өлшеуіш ыдысқа салып өлшеп алдым. Егер бұндай ыдысыңыз болмаса, банканы пайдалансаңыз да болады. Бұл бізге қанша қант саламыз, соны анықтау үшін қажет. Егерде алмаңыз тәтті, әбден піскен болатын болса, онда 1 килограмм алмаға немесе 1 литр алмаға 800 грамм қант қосуыңызға болады. Ал егер алмаңыз сәл қышқылдау болатын болса, 1 килограмм алмаға 1 килограмм қант саласыз, немесе 1 литрға 1 литр қант деп есептейсіз. Қантын салып, дұрыстап араластырып алып, баяу отқа жібереміз. Әбден қанты ергенше міндетті түрде түбін араластырып отырыңыз. Өйткені қойыртпақ болғандықтан түбі тез жабысып қалуы мүмкін. Түбін жиі араластырып отырамыз. Бүлкілдеп ақырындап қайнай бастаған уақытта қақпағын жауып қойыңыз. Өйткені жан жаққа шашырауы мүмкін. Мен көбігін еш нәрсесін алмаймын, өзімен бірге араластырып отырамын, қайтадан еріп қосылып кететін болады. Бүлкілдеп қайнаған сәтінен бастап, баяу отта 30 минуттай қайнатамыз. Байқасаңыздар, түсі өзгеріп, кішкене суы шықты. Енді оның әзірлігін тексереміз. Ол үшін кесеге не тәрелкеге 1-2 тамшысын тамызып көреміз. Тез ағып кетпеуі қажет, қойыртпақ боп кесенің түбінде қалып қояды. Мен тағы да 5 минуттай қайнаттым. Повидлом дайын. Енді банкаларымызға салып аламыз. Қақпағын жауып, салқын жерге сақтаңыз. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Алманы ситадан өткізгенде қалған қалдықтарынан үстіне су құйып, кішкене қант сеуіп, компот қайнаттым. Осылай қайтадан ситадан өткізіп, қоқымдарын алып қаламын. Ал қалған бөлігін компот қылып балаларға ішкізсеңіз өте дәмді болады. Біздің арнамыздан сондай-ақ компот, тосап және басқа да көптеген тағамдардың, торттардың, тіске басарлардың рецептісін көре аласыз. Видеолар бөліміне өтіп, рецептерді қарасаңыз болады. Сіздер де әзірлеп көріңіздер, ас болсын.